Ұлыстың ұлы күні әз наурыздың халқымызбен қайта қауышқанына, елімізде кеңінен тойлана бастағанына міне биыл 30 жыл толып отыр екен. Әр күні ғасырға бергісіз осы 30 жылда ортамыз толды, ойдағымыз болды. Шын мәнінде жаңару мен жаңғырудың құтты бастауына айналған наурызбен бірге еліміздің жасампаздығы артты. Тәуелсіз еліміз іргелі мемлекет ретінде әлемге танылып, арқа төсінде асқақ астанамыз бой көтерді. Мерекелердің төресі және ең көнесі жер-ананың омырауы тиіп, тұла бойы иісінетін табиғат жан дүниесімен жадырап, өзегінен қауашақ жарып, көкөрім өмірдің нәрін көктететін, тіршілік біткеннің тулай аққан қанын жаңаша жасартатын, ең бастысы жасанды емес, табиғаттың өзі, Тәңірдің қалауымен тойланатын текті мереке. Наурыз, жеті дәмнен нәрлі көже жасап, жаттың да, жақынның да бір-біріне дәм татқызатын, ақ дастархан басында алқа-қотан бірге ас ішетін, ынтымақ пен бірліктің мерекесі. Наурыз жыл бойы өткен-кеткен ренішті кешіріп, ән-күймен, ойын-сауықпен жанды жатыратып, сананы серпілтетін көңіл-күйдің мерекесі. Жаңа жыл, ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі құтты болсын. Баршаңыз адамдық игіліктердің ең құтты да қуанышты, ырысты да тынысты жақсылықтарымен қауышыңыздар. Әз наурыз құтты болсын, қазақ елі. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар.